Атмосфера циркуляциясының экожүйелік қызметі. Атмосфераның ғаламдық циркуляциясының ерекшеліктеріне назар аударайық. Күн сәулелері экватор аймағына тік бұрышпен түсетіндіктен жер беті қатты қызады. Қызған жер беті өз кезегінде оның үстіндегі ауа қабатын жылытады. Жылы ауа жеңіл болғандықтан жоғары көтеріледі. Сондықтан экватор маңында ауа ағындарының қозғалысы өрлеуші сипатта болады. Ауа массалары өзімен бірге мол мөлшердегі су буларын алып кетеді. Белгілі бір биіктікте бұл су булары конденсацияланып, бұлттарға айналады да жауын шашын түрінде қайтадан жер бетіне түседі. Сондықтан экваторлық белдеуде төмен қысым қалыптасып, жыл бойы мол жауын шашын түседі. Экватордан жоғары көтерілген ауа массалары біртіндеп салқындап, шамамен 30 градусов солтүстік және оңтүстік ендіктер маңында төмен қарай қозғала бастайды. Бұл төмен түсетін ауа ағындары құрғақ келеді, себебі олардың құрамындағы ылғалдың негізгі бөлігі экваторлық аймақта жауын шашын түрінде түсіп қойған болады. Сондықтан тропиктік белдеулерде төмендейтін ауа массалары құрғақ болып, атмосфералық қысым жоғары болып қалыптасады. Жоғары қысым аймақтарында ауа массалары көп мөлшерде жиналады. Осыған байланысты ауа жоғары қысым белдеулерінен қысымы төмен аймақтарға қарай қозғалып, тұрақты желдердің қалыптасуына негіз болады. Жоғары қысым белдеулерінен ауа ағындарының бір бөлігі қайтадан экватордағы төмен қысым белдеуіне қарай бағытталады. Жердің өз осінен айналуының әсерінен бұл желдер шығыстан батысқа қарай соғып, пассат желдері деп аталады. Бұл тропиктік жоғары қысым белдеуінен шыққан ауа ағындарының екінші бөлігі қоңыржай ендіктерге қарай қозғалады. Жердің айналу әсерінен олардың бағыты өзгеріп, батыстан шығысқа қарай соғады. Бұл тұрақты желдер батыс желдері деп аталады және қоңыржай белдеудің ауа райы мен климатының қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Полюс маңында ауа өте қатты суынады. Суық ауа ауыр болғандықтан төмен түсіп, жоғары қысым аймағын қалыптастырады. Ал қоңыржай ендіктерде қысым салыстырмалы түрде төмен болады. Өздеріңіз білетіндей, ауа әрдайым жоғары қысым аймағынан төмен қысым аймағына қарай қозғалады. Сондықтан полюстердегі суық ауа массалары қоңыржай ендіктерге қарай ағылады. Жердің өз осінен айналуына байланысты бұл желдер шығыстан батысқа қарай бағытталады. Сондықтан олар полярлық шығыс желдері деп аталады. Полярлық шығыс желдері өте суық әрі құрғақ болады және полярлық аймақтардың суық ауасын қоңыржай ендіктерге жеткізеді. Осылайша пассаттар жылы желдер, батыс желдері қоңыржай белдеудің салыстырмалы түрде жылы және ылғалды желдері, ал полярлық шығыс желдері суық әрі құрғақ желдер болып табылады.